Жер үйде есіктің размері қандай болған дұрыс? Достар, жалпы жер үй болсын, квартира болсын, қазір биік есіктер трендте, бірақ биіктеген сайын оның бағасы да биіктей береді. Сол үшін сіздерге минималь қандай болған дұрыс, соны айтайын. Егер патологыңыз, мысалы, квартиралар көбінесе 2,70 болып отыр ғой, қазір 2,70-ке кем дегенде 2,20 қойылу керек. Кем дегенде 2,20-дан төмен қоймаңыздар, себебі қазір 2 метрлік стандартты размердегі есіктер көп қойылып жатқан жоқ, ол әдемі болмай қалады. Барынша биік қойсаңыздар, өте әдемі жарасымды болады. 2,70 потолыққа сіз максимально 2,50-лік есік қоя аласыздар. Енді ширинасына келетін болсақ, ширина гардеробқа 60 ширинасы, санузелге 70-тік, спальный кухняларға 80-дік, залға 90-дік қойылады. Ал енді бұлардың проемы қалай қалар? Проемы 10 сантиметрге артық қоясыз. Мысалы 90-дік есік қоямын десеңіз, метр қалдырасыз. 80-дік есікке 90 деген сияқты 10 сантиметрге артық қалдырасыз. Биіктігінде де сондай 10 сантиметрге артық қалдырасыз. Бағанағы 2,50-лік есік қоятын болсаңыз, 2,60-тық проем қалдыратын боласыздар, достар. Ал енді жер үйлер көбінесе қазір 3 метр мен 3,5 метрдің арасында, көбінесе 3,5 метрден біз қазір салып отырмыз. 3,5 метр биіктікке кем дегенде 2,5 метр есік болу керек, достар. 2,5 метр мен 3 метрдің аралығында. Бұл жерде де сол ширинасы бағана квартирадағыдай, бірақ бұл жерде енді биік есік болғандықтан 60-ты қоймай қойыңыздар, сүйкімсіздеу болып қалады. 70-тіктен басталған дұрыс. 70, 80, 90. 70-тік дегеніміз гардероб санузел, 80-дігіміз спальный кухня, ал 90-дық дегеніміз уже қонақ бөлме, жаңағы үлкен бөлмелерге, холл бөлмелерге арналады, достар. Достар, үй салып жатқан кісілермен видеоны бөлісіп қойыңыздар. Пайдалы мағлұматтармен бөлісетін боламыз. Келесі тақырыпта, қай тақырып аясында видео түсіргенді қалайсыздар, комментарийға жаза кетіңіздер, бөлісетін боламыз.